Kömürün tümünün astımda ak tozadam savan kağım şaltaktap kulaklarım yelenledi akbazan benim tulparım şalkagan kömür sonkarım kökürek kerip juttum men havanın жазғы жұбарым Қарай көзің, білгейсің келгенімді жалғыз өзің Тәтті сөзің, қарай көзің, білгейсің келгенімді жалғыз өзің Ән салдым, салып еске жаяуладым Ырғалтып шырқап толған Кешшәрі құрметілі қадірменді бүгінгі туған күн және де тұсаукесер тойға жиналған ағайындар орналасып болсаңыздар, құттықтауға қонсаңыздар, жақсылыққа келгеннен соң қадам басып, алу керек алдыменен амандас деп, бүгінгі күн естемәңгі сақтар күн, түйініндей алып ұшқан хаттардың, нұрын құшын манаураған ақтаңның, міне Нұрайым қыздарыңыз бір жасқа келген күн деп, Нұрайымның бір жасқа келген күні, және де тұсаукесер рәсімі болуы тойы құтты болсын деп бір шапалақ тұрып қойық ағайындар. Сонымен құрметті ағайындар, ортаға бүгінгі тойымыздың куәгері, кінәгері Нұрайымды қазақи дәстүрменен, күймемен алып өтіледі, және де артынан ата-аналары, туыстары бәрі жақсылап тұрып өтеді. Қанекей құрметті ағайындар, той егелерін қарсы алайық. Тойдың куәгері. Шапалақ ұрайық ағайындар. Нұрайымға деген құрметті еді. Ай бәрекелді. Gül etse жердің өркілеп, гүл дегіш гүл шашылып, шашу шашылып, Нұрайымға деген құрмет. Шабалақ ағайындар, шашу. Өмірің гүл болсын, мәңгі болсын, сәнді болсын Нұрайым. Шабалақ ағайындар ағайындар. Сонымен құрметті ағайындар, тойымыз арғы жалғаса да, қазір тойға шашу бір тамаша бименен ашылады. Бишілер тобы.
Şapalır koyağınlar bereketli. Ağalı ülke kişi kılınğanday kelipsin ostoyup berin kalmay. Bereketli bazarlı boltarazda toy boladı könde alacağızday. Örgü alma şaşı bolup domalasın, kömülüm жақсылықты jobalasın. Dasarxansız, susunsuz bu toydun seni bolmaz. Sıpıralık aldığımızdaga turgan bötülkelerden otağısın dep, hürmetli ağayınlar, aldarыңызға az koyduk, екі қолды бос koyduk demекші, aldarыңыздағы да дәмінен алмай отырып, бүгінгі тойымыздың ашылу салтанатын ашып беру, бата беру деп айтады ғой. Ауыл бар ма ақсақалсыз, ағасыз, оның әрбір сөзін айтқан нанасыз. Сөз берейік, баталайық, шақырайық ортаға қарияны тағылынан зор ғибрат табасы деп, сатып алды атамызды шақырып, бүгінгі Нұрайымның тойына деген батасын беріп, тойымызды ашып берсе. Қай дегеніміз бата? Жауын менен жер көгерек демекші, батаңызды беріп, бүгінгі тойымызды ашып берсеңіз. Рахмет. Ал енді қалайық, Нұрбол менен Жанар той беріп атыр, құтты болсын. Нұрайымның қызымыздың денсаулығы зор болып, бақытлы болсын. Ал енді беретін батамыз, я Алла, бата бер десең маған, Құдайым берсін саған, алтындан болсын таған, құндыздан болсын жағаң, ең алдымен ел жұртың аман болсын бала шағаң. Бақытлы жоғары болсын жұлдызың, бақытлы болсын ұл қызың. Алла бергенінен танбасын, көбейе берсін жан басың, өсе берсін мал басың. Осы сөздің әрі, осының бәрін сөзіміздің әрі Алланың құлағына шалынып қабыл болсын. Айша бібі анамыз, Арыстама бабамыз ауымин десін. Ал енді тойларымыз құтты болсын. Нұрайым қызымыз бақытлы, үлкен қыз болып, өсе берсін. Алдарыңызға тамақтан алып, ойнап күліп отыра беріңіздер. Аумин. Рахмет. Онда міне, құрметті ағайындар, той ашылды, шашу шашылды. Сонымен бүгінгі Нұрайымның тойында мынау айтады ғой, өлеңді, өлең шіркін көтереді көңілді. Бүгінгі туған күні болып жатқан Нұрайымға арнап өлең айтсаң қайтар еді деп, Бибігүл әкпесі қазір бүгінгі тойға арнап елге сәлем атты тамаша әнменен барлықтарыңызды әнмен сусындады да, ауыздарыңыз дәмде, құлақтарыңыз Бибігүл әкпеміздің салған әнінде болсын дейміз.
жанар жақсылап тұрып, ағайын туысына басын қосып, берекелі той жасап жатыр. Енді мынау той егелеріменен ақылдаса келе, құрметті ағайындар, алдарыңыздағы дәмнен алып отырып, және де бұл қазіргі болатын тамаша қызықтың куәгері болыңыздар деп, бүгінгі мынау енді қыздарыңыз Нұрайым 1 жасқа толып отырса, 1 жаспенен бірге тұсауы кесілгелі отыр. Сол тұсау кесер рәсімін тойдың басында өткізелік деп келісіп, сонымен тұсау кесер рәсімін жасаймыз. Тұсау кесуге қатысатын бүгінгі Нұрайымның тұсауын кесетін ортамызда үміткер деп қоямыз. Бейшен апамызды тұсау кесуге шақырсақ. Біз ән тыңдайық бәріміз деп. Қазір мынау менің балам бәйтіктегі сәт тамашалап тұрып Нұрайымның туған күніне арнап, туған күн әнін арнайды. Қабыл алыңыздар.
Шапалар қойғандар. Сонымен тұсаукесер рәсіміне қатысатын апалар дайын болып қалған секілді. Жаңа Бейшен апамызды айтып едік. Сол кісілерге қосылып қазір Орынкүл апасы, Шекер апаларын қошеметпенен орта. Шапалар қойғандар, шапалар. Бұны құрметті ағайындар тұсау майлы болсын деп тоқ шекпен кесейін деп жатыр. Ой, бәрекелді. Міне, ырымда қазақтың салт дәстүрі бойынша қызымыз тоқ болсын деп тоқ шекпен кесіп жатыр. Өмірі әрқашанда ашық, тұсау кесілді. Әне, шапалар құрметті ағайындар. Ал, бер қарай, жүргіземіз. Жүріп екі жағынан. Шабалар қойғандар. Шап. Бас. Шашу. Тұсауы кесілді, енді қай апасына жүрісі, кімге тартады, кейін көріп жатармыз өмір көрсін. Мына бүгінгі апалар өте жақсы дайындап кетті. Тегі жіптіден жақсы есіпті, майды, қойдың тоқ шегімен майды болсын, жайды болсын, жұмсақ болсын, Алла дәсін беріп, артынан балашаға көбейе берсін. Енді сол кісілердің еңбегін кішкене бағалаймыз енді. Апалар жақындасаңыздар бер. Сіздерге желетке шапан керек жоқ қой деймін? 3 апаға 3 түрлі желетке шапалар қойғандар. Қареке. Мына Орынкүл деген менің подружкам кішкентай қыз кезінде 40 жылдан кейін тауып алдым. Бармысың бауырыма бер. Содан кейін мен өзімнің сіңілім Бейшен Астанадан келіп тұр. Мына өзімнің абысым город Тараздан келіп тұр. Президентіңіз құтты болсын, осындай қызыққа жете беріңіздер. Рахмет. Ай, бәрекелді. Ал, билеп ортаңызға барыңыздар, билеп. Сонымен құрметті ағайындар, міне Нұрайымның туған күні басталып, тұсауы кесіліп, орын-орынмен болып жатыр. Сонымен жүрегіміздің лүпілдеген тасқыныменен, қариялар жолықсын жас күніменен, егерде көпшілік рұқсат етсе, сөз бастайық ата-баба дәстүрмен дегеле. Мынау құрметті ағайындар, тәртіп бар жерде береке бар жерде мереке дейді. Тойға келгеннен кейін кішкене бір-бірімізді тыңдап, мен біреумін, сіздер жүзсіздер, бүгінгі Нұрайымның туған күнін, тойын, тұсаукесер тойын жақсылап тұрып өткізуге атсалысып отырсақ, онда жақсылап тұрып, міне жаңа айтып жатырмын ғой. Жүрегіміздің лүпілдеген тасқыныменен, қариялар жолықсын жас күніменен, егерде көпшілік рұқсат етсе, сөз бастайық ата-баба дәстүрмен дегеле. Бүгінгі міне шын ниетіменен Нұрайымның туған күніне келіп отырған алғы сөз кезегін, құттықтау сөз кезегін апалары Қанен, Шекер апалар жарсақ, және де Мұрат көкесі, Дариға апасын шақырамыз. Қанеке, құрметті қонақтар, мынау бүгін Молдағұл әулетінде үлкен той болып жатыр. Тұсаукесер той және бір жасқа келген той. Мен енді бүгінгі тойды өте қуаныштымын. Осылардың қызығын көріп, осындай қуанышқа ортақтасып отырғаныма. Ал енді бірінші Нұрбол Жанар екеуің жасаған тойларыңа құтты болсын. Нұрайымның жасы ұзақ болсын, дені сау болсын. Біздің тілегіміз сол аналардың, тем более апалардың. Осы сендердің қызықтарыңды біздер көре берейік. Бақытты болыңдар. Әрдайым отбасыларыңа тек қана жақсылықта осындай дастархан жайыла берсін. Сонау Астанадан келіп, мынау ауылым еді, елім еді деп келіп, үлкен той жасап бергендеріңе
біздер қуаныштымыз және рахмет. Ал енді Кәнен апа, сізді мен айтар едім, енді Молдақияның көрмеген қызығын бәрін көріп жатсыз, жайым әрдайым көре беріңіз. Осы тойдың да болып жатқаны бәрі сіздің арқаңыз деп ойлаймын. Енді Аллаға шүкір, мына барлық баланың қызығын көріп жатсың, жаманшылығын көрме деп тілеймін мен де. Осы отбасыңда тек қана жақсылық көріп, балалардың қызығын көріп, енді балалардың өз балаңның қызығын көрдің, немерелердің қызығын көріп, Алла жазса, шөбереңнің қызығын да көре бер. Мен соған тілектеспін. Әрдайым осы Молдағұл отбасында жақсылық бола берсін, өніп, өсіп, өркендей берсін. Нұрайым қызымыздың тұсаукесер тойымында кедергісіз, өмірінде ешқандай кедергі болмай, әрдайым жолы ашық болып, атасы мен анасы осы баласының қызығын көрсін. Артынан және әлдей-бөпелеп бола берсін. Сол тойларда да біз ортақтасып, қуанып жүре берейік. Бәрімізге де осындай шілдехана тойын тілеймін. Әр үйдің отбасында жақсылық болсын. Құрметті бүгінгі мына дастархан басына келіп отқан құрметті ағайын, туыс, құдағи, менің балаларым, бауырларым, Нұрболдың коллективі, Жанардың коллективі, міне достары, бәріңізге рахмет. Бүгін міне ақ дастарханды жайып, Алланың берендесе жақсылығы өте көп екен. Құдая тоба Нұрайқамыздың тұсауын кесіп, және бір жасқа толған тойын өткізіп жатырмыз сіздермен бірге. Бәрдеріңіз жақсы отырыңыздар, еркін отырыңыздар. Осындай тойға жете берейік, сіздер де жетіңіздер. Алла тек қана тойда ғана бас қосайық. Ниетім мен әкесі мен шешесіне тек қана өмірде ешқандай сүрініс болмасын, шыққан тауы биік болсын, дендері сау болсын, өмірлі шүбірлі болсын. Құдай жазса, сол артынан тағы да қара думалақ, сары думалақтар көбейе берсін. Соның қызығымен көре берейін. Сіздер ортақтасып жүре беріңіздер. Сіздерге көп рахмет. Ал саламатсыздар ағайын жұрт. Мына бірінші құда-құдағилар, ағайындарым, әпкелерім, бауырларым, достарым, бажаларым демекші. Ал бүгін қызымыз Нұрайканың тұсаукесер тойы құтты болсын, өмір жасы ұзақ болсын. Біздің қызымыз осындай жаңағы шекпен, май шекпенін кесіп жатыр ғой. Әрқашан тоқ болсын, бақытты қыз болсын. Нұрбол, Жанар екеуіңе сендерге ұзақ өмір тілеймін. Татты өмір сүріңдер, өсіп бала-шағалардың қызығын көріп, күліп ойнап жүре беріңдер. Одан кейін мама, сізге де осындай денсаулық тілеймін. Өмір жасыңыз ұзақ болсын, арамыз өстіп, күліп ойнап, бәрімізді басқарып жүре беріңіз. Бақытты болсын деймін, Нұрайка. Ал бүгінгі келген қонақтар, той құтты болсын. Нұрайка қызымыздың тұсаукесер бір жасқа толған туған күні құтты болсын. Мамасы мен папасына бақыт тілеймін. Той боласа берсін. Нұрайкамыздың дені сау болсын, жасы ұзақ болсын. Нұрбол мен Жанар әрдайым өмірдің бейшіңнен көріне берсін. Ал мама, немереңіздің той құтты болсын. Сізге денсаулық тілеймін. Жасыңыз өсіп, немереңіздің қызықтарын көре беріңіз. Той-тойға ұласын. Ал сол үшін алдыңыз. Шапалақ қайдағыдар, дуғыл шапалақты. Бәсін тойдың сәнді ендігірді. Ал енді мұны апалары, көкелері, апайлары жақсылап тұрып ниетті айттыңыздар. Енді мұны сіздерді қазір келген қонақтарды жақсылап тұрып алдырып отырыңыздар деп, сіздердің аттарыңыздан Нұрайымға деген бір тамаша туған күн әнін арнаймыз. Қанекей, қабылыңыздар.
ағайындар, осы жерде мына бүгінгі Нұрайымның туған күніне мөлдір бишілер тобы келіп отырген қошеметпенен шапалақ ұрып қойықшы. Қанеке, мынандай қыздарға қалай шапалақ ұрмаймыз? Осы мөлдір бишілер тобының тамаша биін тамашаласаңыздар. Алдарыңызда мөлдір бишілер тобы. Сонымен құрметті ағайындар, ішіңіздер, жеңіздер, күлші тоқаш тәттіден, салып-салып сауаттан, ұялмайық тамақтан, тойдан тойға құйқаның дәмауыздан кетпейді, тойда тойып ішсеңіз, асқазанға септейді дейді. Сонымен құрметті ағайындар, қос кезегін ары қарай жалғастырсақ, мынау әр адамның өзінің үш жұрты болады ғой. Өз жұртың, қайын жұртың, нағаш жұртың дейді. Сол айтпақ соның ішіндегі ең жақсысы да, мәнсіз де, сәнсіз де нағашы болады. Мынау сулы жердің қасиеті сағасында, сусыз жердің қасиеті ағашында. Ал мынау адамдардың қасиеті өмірі өзгермейтін нағашта деп. Бүгінгі міне туған күні болып жатқан Нұрайымның нағашыларын ортаға шақырсақ, және де той егелері Нұрбол менен Жанардың нағашыларын шақырып ортаға бір тамаша деген бүгінгі тойға деген жылы лебіздерді тыңдасақ, қазір бүгінгі тойда туған күні болып жатқан Нұрайымның нағашылары Сейітбек Шырынкөл дейді. Жаңатастан келген, Жаңатас шаһарынан келген нағашылар келсе, және де Нұрболдың осында Сәткүл атты нағашысы Жанардың Ердос Алматыдан келген нағашыларын қошеметпен Ал құрметті көпшілік, мына бүгінгі біздің жиналып отқан тойымыз біздің Нұрайымның бір жасқа толу және тұсау кесу кешінде жиналып отырмыз. Ал енді Кайнағай, Айналайым Нұрбол, Жанар, мынау бүлдіршіндерің
бүгін енді аяғын бірінші рет ақ жолмен бастап, енді өмірлік осындай жолы ақ болсын, дені сау болсын, аспаны ашық болсын, артынан үбірлі-шүбірлі еребесін, ұлы бар, қызы бар, Кәнен Құдағи бір жағынан біреуін шамасы келмей сол ортасында мия ашып отыра берсін. Ал енді құрметті көпшілік жиналған, сіздер де осындай қызық тойларға жете беріңіздер, бәрілеріңіз немерелі шөбірелі бола беріңіздер. Ал енді біз сонау жерден енді атамыз келе алмай қалды жұмыс бабымен. Біз енді осы тойға келіп тұрмыз. Ал енді Жанар айналайын, Нұрбол, бақытты болыңдар. Аман есен, дендерің сау болсын, сендер аман болсаңдар бәрі болады. Ал енді біздің Кәнен Құдағи, сен болмасаң, Нұрбол қаяқтан келер. Мына енді осындай жадырап. Шапалақ ұрайық, құрметті ағайындар. Қанеке, мына енді апаларына. Ай, бәрекелді. Мына енді біздің Нұрайымның мынау басынан аяғына дейін киінетін киімі. Рұқсат емес. Бәрекелді, бұл кісі енді Нұрайымның нағашысы, енді осы жерде Нұрболдың нағашысы. Сәткүл әпкей, қайшеттеміз. Құрметті келген жежаттар, құдағайлар, бүгінгі келғандарыңыз құтты болсын. Нұрай қызымыздың бірінші рет қадам басып, аттап жүргені құтты болсын. Құдай өмір жасын ұзақ қылсын. Ақпе айналайын. Бүгін немереңіздің шілдехана тойын жасап отырсыз. Тойыңыз тойға ұласа берсін. Тағы да бұдан да артынан үлкен той болсын. Немере сүйе беріңіз, шөбіре сүйе беріңіз. Тек қана Нұрбол мен Жанар бақытты болсын. Бала-шағасының қызын көріп сіз сияқты, бұлар да немере сүйсін. Тек қана сол тектеспін. Құрметті тойға жиналған көпшілік, мінекей өмірге алғашқы қадам басып жатқан біздің кішкентай Нұрайымның мінекей алғашқы қадам құтты болсын өмірге деген. Мінекей Құдағи, мінекей осы немерелеріңіздің қызықшылығына қоймай, әрқашанда осылардың жүзіңіз жақын болып шапқылап жүре беріңіз. Нұрбол мен Жанар, мінекей екеуінің алғашқы Нұрайымның өмір жолының табалдырығын аттап жатқандарының тойлары құтты болсын, дендері сау болсын. Мінекей әрқашанда екеуі жарасымды осындай үлкен той думанда, жора-жастардың алдында, ағайын туысқанның алдында құрметті, сыйлы, үлкен ер азамат бола беріңдер. Мінекей осы көшеге жиналған көпшіліктің айтылып жатқан жақсы тілектері осы Нұрайканың керегіне жарасын. Сол үшін тойға жиналған көпшілік алғанда тостап қойыңыздар. Шапалға құрылды мағайындар. Доғыл шапалақ. Нағашылар әрдайымда аталжан ғой, келеді өздеріңе бақыт ойлай. Әр жақтан басты қосып тұра бүгін отыр ғой, қуанышпен тойыңыз ойлы деп, Жанардың сонау Алматтан келіп отырған Ердос нағашысына берсек. Сөз кезегім. Шапалақ. Дұрыс. Рахмет асаға. Жақсылап дәріптен атсын. Талағыңыз жасын. Не дейміз егер құдағыларыңыздар? Құтты болсын кішкентайларыңыздың осындай әппақ болып Шайтай басып тұрған шүгіріп өткен туған күні. Мен сіздерге зор денсаулық. Өздеріңіз қандай болсаңыздар, осы кішкентай балапандарыңыз сондай болсын. Бақытты болыңыздар. Ал енді мынау құрметті ағайындар, бәрімізден нағашымыз бар шығар. Өстіп мынау нағашылардың сөздің құрметіне алдарыңыздағы дәмнен алып отырсаңыздар, енді ортаға шыққаннан кейін мынау сыйлыққа тон берсең тозып қалады, ақша берсең қолдан қолға кетіп қалады дейді. Өмірде, көңілде, билікте қалатын бір тамаша ән болмаса би демекші. Ал енді мынау құдағиыңызға сыйға сый, сыраға бал демекші, құдағиға бір тамаша желетке тапсырып жатыр. Құрметті ағайындар, шапалақ ұрып қояйық. Қанекей, Жанардың мамасы қойдың байқайма. Апасы ма? Ай, бәрі келді. Онда, міне, жақсылап тұрып музыка билейміз. Нағашылар бие.
Allah'tan bağlasında sanatın Ay sevlesi arasını direkten İki oldu faydalananın Varmasını bilmediğimiz çok belli Şolu uğrasına mı köklemde Elli su bir hayralar korkama Öyle para mirasına dökkenli Varmasını bilmediğimiz çok belli Bergeldi, orama tomolma jol bolat dep, ortaga çıkıp bibilegen akbilerge toydan тобықтай деп тамаша сыйлық көрдіңіздер, құрметті ағайындар. Той иелері ортаға шығып биbilеп ән айтқандарға бүгінгі Нұрайымның туған күн 1 жас мерейтойынан жақсы естелік сыйлықтар тапсырылады. Сонымен құрметті ағайындар, қазір жақсылап тұрып, алдыларыңызда дәмнен алып отырып, осында алтын достар, бишілер тобы келіп отырған, сол жігіттерді жақсылап тұрып, биін тамашаласақ.
Ертаңғы құрметті ағайындар. Шабалақ байрағайын шабалақ. Мына жігіт ұстаттың қолын тұралады. Бәріңіз жалғастырамыз. Шабалақ құрметті ағайындар. Алдарыңызда міне бүгін нұрайымдар дейді. Бақыт, Гүлнар, Шолпан, Галя болу керек. Нұржан, Жанар, Мойқымнан келген дейді. Жалғас, Айна, Айбол, Дина, Айболат, Айман, Бақытгүл, Ғалым, Қайрат, Күлімхан, Мира атты ағайындарын ортаға шақырсақ. Нұрайымның, Нұрболдың, Жанардың ағайындары ататалған. Ортаға келсеңіздер. Ағайындар, сіздер үшін бүгін специально Нұрбол перде ілгіз дайындап болған. Сөз сөйлейтін ағайындардың арты жақсы болсын деп. Сонымен ататалған ағайындар бәріміз келдік пе? Келсеңіздер. Үлкеніміз басынсақ. Құрметті ағайындар, тойға жиналған. Той құтты болсын дейік. Нұрбол, Жанар, тойларың құтты болсын. Кішкентай Нұрайка үлкен азамат болсын. Той боласын. Осы үйде, осы шаңырақта ешқандай жамандық болмасын. Әрдайым той болсын. Кайын әпке. Мынау енді сізге ең үлкен той деп ойлаймын. Біріншіден сізге денсаулық тілеймін. Бақытты болыңыз, осы балаларыңыздың тек қана қызығын көріңіз. Нұрбол, Жанара, қыздарың үлкен азамат болып, үлкен жерден шықсын. Кім болмаса да, сол кісінің жолдасы болсын. Нұрбол енді барлық біздің тойларымызды басқарып, осы балаларымызды үйлендіріп, көбейтіп еді. Осының бірінші қадамын осы кісі жасап еді. Сол үшін біз енді үлкен алғыс айтамыз. Әрқашанда сендердің жүздеріңнен күлкі кетпесін, бақытты болыңдар. Жасап жатқан тойларыңыз құтты болсын.